Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы евро, доллар, валютамен орындалатын операциялар. Сабағымыздың мақсаты басқа мемлекеттердің валютасымен танысу және ұсақтауды үйрену. Есіңде сақта, евро ол Европалық одақтың бірыңғай валютасы, қағаз ақша мен монеталарға қара. Евроцент ақшаның ұсақ бірлігі, яғни евроцент деген тиындар. 1 евро 100 евроцентке тең. Яғни евроның 1, 2, евроценттің 1, 2, 5, 10, 20 және 50 монеталары бар. Артқы бетінде қай елде шығарылғанына байланысты айырмашылықтары болады. Нөмірі 1 мысал, евро мен евроцентті қалай ұсақтауға болады? Міне бізде 2 евро берілгенде, мына бірінші суретті қарастырайық, бізде 1 евродан 2 берілгенде, сонда бізде 2 евро шығады. Енді мынаны қарайық, бізде 50 евроцент бар, яғни 50 евроцент, яғни тиындар. Оның көбейтеміз 4-ке, сонда 200 евроцент болады. Ол дегеніміз 2 евро. Яғни бағана айттық, 1 евро ол 100 евроцентке тең деп. Келесі 3-ші суретті қарастырайық. 3-ші суретте бізде міне 10, 20 евроценттен берілген. Яғни 10-ға көбейтеміз, мұнда 200 цент. Евроцент ол дегеніміз 2 евро деген сөз. Бұл жерде енді 10 евроцент берілген, 20 дана, яғни оны сонда 200 евроцент болады, ол дегеніміз 2 евро. Нөмірі 2 мысал, әр суретте қанша ақша бар екенін есепте евроның белгілеуін пайдаланып жаз. Міне бізде 500 евро бар, ол мысалға қағаз ақшалармен, ұсақ ақшалармен, мысалға 500 евро бізде бір қағаз ақша болып тұр. Енді бұл бірінші суретте бізде 50 евродан нешеу болып тұр? 10 болып тұр. Яғни 10 қағаз ақша. Яғни мұнда 5 50 евро, мұнда 5, сонда барлығы 500 евро болып тұр. Мұнда 20 евродан 20 евродан қанша болып тұр? Әр қайсында 5-еу, сонда 5-тен, сонда 20 евроны көбейтеміз 25-ке. Сонда 500 евро шығып. Нөмірі 3 мысал, ойлан және жауап бер. Туристер танымал фонтанның біріне жылына монеталармен 200 000 евро тастайды екен. Бұл қанша және қандай монеталар болуы мүмкін? Монеталарды жинаудың бір нұсқасын ойластыр. Мысалы, егерде дейік, туристер 1 евродан лақтыратын болса, онда олар жылына 200 000 турист лақтырады екен. Сонда 200 000 евро шығады. Егерде әр турист 2 евродан лақтыратын болса, онда 100 000 турист лақтырады екен. Сонда 200 000 евро шығады. Есіңде сақта, доллар, ағылшынша доллар, дүние жүзіндегі көптеген елдердің валютасының атауы. 1 доллар 100 центке тең. ақш валютасының қағаз ақшалары мен монеталарына қара. Мына соманы берілген ақшалармен ұсақта және саны. Яғни бізде қағаз ақшамен 1 доллар бар, 2 доллар бар, 5 доллар, 10, 20 доллар, 50 доллар және 100 доллар бар. Ал тиындармен, яғни центтермен 1 цент, 5 цент, 1 дайым 10 центке тең. Яғни 1 дайым деген бар екен. 4-тен 1 доллар 25 цент деген сөз ғой. 2-ден 1 доллар бұл 50 цент және 1 доллар тиындармен бар екен. Енді қазір бізге 524 долларды не істеу керек? Ұсақтау керек. Яғни бізде қағаз ақшалармен 100 доллар бар. Демек біз 100 долларлық қағаз ақша алып,
бізде міне $20 бар. $20 алсақ болады. Және $4 шығару керек. 4 жоқ, сондықтан 2 долларлықтан аламыз. Сонда бізде $524 шығады. Келесі $834 алатын болсақ, дәл жаңағыдай $800 алсақ, $30 яғни $20 біреу, $10 біреу алсақ, және $4 жаңағыдай $2 долларлардан. Бұлардың барлығы мына қағаз ақшалардан алдық, Нөмірі 5 мысал, евромен немесе доллармен берілген соманы қандай қағаз ақша және монеталармен жинауға болатынын жаз. Қағаз ақшаларды тік төртбұрышпен, ал монеталарды дөңгелекпен қорша. Мысалы, 35 евро берілген, 10 евродан 3 рет алған және тиындармен. Мысалға, біз былай алсақ та болады, 35 евро бізде міне 20 евродан, яғни бір қағаз ақша, оған бір 10 евро тағы бір қағаз ақша, және тиындар, яғни 1 евро, 2 евро деп алсақ болады. $25 $125 $100 қағаз ақша қылып алып, $20 қағаз ақшамен алуға болады. Және $5 қағаз ақшамен алуға болады. Келесі 1204 евро. 1200 евро. Мысалға, 200 евродан біреу, бесеу, алтау алуға болады. Сонда 1200 шықты. Енді 4 евроны және де 2 тиынмен алуға болады, Осылай алуға болады. Келесі 308 евро. 308 евро, мына мысалға, мына жерде 200 евро алсақ, оған 100 евро қағаз ақша алсақ, 8, 8-ге мысалы 5 евро, 2 евро, 1 евро алсақ болады. Нөмір 6 мысал, Қазақстанның ең ірі қағаз ақшалар 10 мың және 20 мың теңгеге, оларды басқа қағаз ақшалармен сақтауға 2 нұсқасын жаз. Мысалы, 10 мың теңгені қағаз ақшалармен, басқа қағаз ақшалармен ұсақтайық. Міне мысалға көрсетіліп тұрғандай, 5 мың теңгеден 2 рет алсақ болады. Сонда 10 мың. Немесе 5 мыңнан бір қағаз ақша, 2 мың, 2 мың және 1 мың теңге алсақ болады. 20 мың теңгеден дәл жаңағыдай 2-10 мың теңге алып сақтасақ болады. Немесе 1-10 мың теңге алып, 1-5 мың теңге алып, 1-2 мың теңге алып, тағы да 2 мың, және 2-500 теңгелік алуға болады. Нөмірі 7 мысал, тапсырманың орында көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте килограммен, секундпен, минутпен, яғни 4 тонна 9 килограммды килограммға айналдыру керек. 1 тоннада 1000 килограмм бар екен. Демек, қалай болады? 4-ті 1000-ға көбейтеміз да, оған 9 килограммды қосамыз. Сонда қанша болады? 4009 килограмм болады. Келесі 9 центнер 3 килограмм. 1 центнерім ол 100 килограмм. Демек, 9 көйтілген 100 қосылған 3 килограмм. Сонда 903 килограмм болады. Секундпен айналдырамыз.
1 минутта 60 секунд бар. Демек 3 минут 10 секундым, яғни 3 көйтілген 60 қосылған 10 деймін, 3-ті 60-ға өтсем 180, 10 қосамыз, сонда 190 секунд болады. 20 минут 15 секундты секундқа айналдырсақ, 20-ны көбейтеміз 60-қа, оған қосамыз 15-ті, тең болады 1215 секунд. Келесі минутпен, яғни 2 сағат 40 минут. 1 сағатта 60 минут бар, сонда 2-ні 60-қа көбейтеміз де 40-ты қосамыз. 2-ні 60-қа өтсек 120, 120-ға 40-ты қоссақ 160 минут. Келесі 3 сағат 25 минут. Қалай болады? 3-ті 60-қа көбейтеміз, қосамыз 25-ті, 3-ті 60, 180, 180-ге 25-ті қойсам 205 минут. Нөмірі 8-ші мысал, есепте кері амал қолдану арқылы досыңның қалай есептегенін тексер. 9-ға 8-ті қосам 17, 8, 10, 1 ойда, 17 ойымдағымен 18, 1 ойда, 7 ойымдағымен 8, сонда 817 шықты. 880 мың, 817 шықты. Енді тексеретін болсақ, мысалы 297 мың, 8-ті азайтамыз, 17-тен, яғни біреуін сұрап аламыз. 17-тен 8-ті азайтсақ 9, мұнда 0, мұнда 8, мұнда біреу сұраймыз. 10-нан 7-ні азайтсақ 3, мұнда 7, 17-тен 9-ті азайтсақ 8, мұнда 8 еместен 7 қалды, 7-тен 2-ні алсақ 5. Сонда дұрыс болды. Бірінші мына жақшаның үшін орындаймыз, содан кейін қос. Бірінші 9-ға 3-ті қосам 12, 2-сін жазам, 1 ойда, 3-ке 6-ны қосам 9, ойымдағымен 10, 0-ін жазам, 1 ойда, ойымдағымен 6, 5, 0, 0, 9, сонда 9 миллион 5602 шықты. Енді екінші амал, 6-ға 2-ні қосам 8, 0, 7-ге 6-ны қосам 13, 3-ін жазам, 1 ойда, 5-ге 5-ті қосам 10, ойымдағымен 11, 1-ін жазам, 1 ойда, ойымдағымен 7, мұнда 2, мұнда 15, 5-ін жазам, 1 ойда, 9 түседі, ойымдағымен 10 болып түседі. Сонда 105 миллион 271 мың 308 шықты. Нөмірі 9-ші мысал. Әкем алған тауарларына құны әртүрлі қағаз ақшамен төлем жасады. Артық қалған монеталармен қайтарып алды. Қайтаратын ақшаны монеталармен жинаудың бірнеше мүмкін болатын нұсқасын жаз. Яғни әкесі дүкенде 14.345 теңгеге тауарлар сатып алған. Оны кассада 15 мың теңге төледі. Енді 15 мың төлеген кезде оған қанша ақша қайтарылды? Соны көрейік. Баған түрінде азайтсақ. 5, 5, 6, 0, 0. Сонда 655 теңге қайтарылған екен. Енді 655 теңгені қалай қайтару мүмкін? Яғни 500 теңгелік қағаз ақшамен, сосын 100 теңгелік тиынмен, сосын 50 теңгелік тиынмен, сосын 5 теңгелік тиынмен қайтарылады. Мынаның барлығы тиын. Бұл қағаз ақша. Немесе тағы бір нұсқа істейік. Егер барлығы тиынмен қайтарылса, қазір бізде 200 теңгеліктер бар, тиынмен. 200 теңгелік тиындардан, мысалы, 3 тиын, яғни 600 теңге болады. Сосын 50 теңге. Сосын 5 теңгелік тиындармен. Барлығы
тиындармен осылай қайтарылады. Нөмірі 10-шы мысал. Дұрыс жауапты тап. Екі балада барлығы 8 монета болды. Екі баланың біреуі 1 монета, ал екіншісі 3 монета жұмсаған кезде олардың қолындағы монеталар теңдей болды. Олардың әрқайсысында қанша монетадан болған? Бізде мысалға жауап нұсқалары берілген. Сол жауап нұсқалардың арасынан дұрыс жауапты тауып алу үшін не істейміз? Мысалға егер бір балада 4 монета, ол біреуін жұмсады дейік. Екіншісі 3 монетаны жұмсады. Бұл балада 3 монета қалды, бұл балада 1 монета қалды. Екеуі тең емес. Демек, мына жауап келмейді. Келесі 5 және 3. Мысалы, 5-тен 3-ті азайтамыз. 2, 3-тен 1-ді азайтамыз. 2. Демек, мына екеуі тең. Онда біздің жауабымыз 5 және 3 болады. Егер қалған тексеретін болсақ, 7 және 1. 7-тен мысалы 3-ті алсақ 4 және 1-ден 1-ді алсақ 0. Демек, бұл жауап сәйкес келмейді. Екеуі тең болу керек. 6-дан 3-ті алсақ 3, 2-ден 1-ді алсақ 1. Екеуі де тең емес. Демек, мына жауапта сәйкес келмейді. Нөмірі 11-ші мысал. Сатып алған кәдесыйға шетел валютасымен төлем жаса. Оларды жазып, қағаз ақшаны тіктөртбұрышпен, ал монетаны дөңгелектеп қорша. Бірінші $53. $53 біз $50 қағаз ақша, оған $2 қағаз ақша және $1 қағаз ақша бере аламыз. Міне $1, $2, сосын $50. Келесі мысалы евроны қарастырайық. 46 евро дейік. 46 еврода мысалы қағаз ақшамен 20 евродан екеу берсек, содан кейін 5 евро тиынмен, сосын 1 евро тиынмен берсек болады. Келесі $25. $25-да мысалға $10-дан және $5 қағаз ақшадан берсек болады. Қалғанын енді дәп осылай істеп шығыңдар.